Сәлем қыздар. Алдыңғы сабақта мен шут картасының мағынасын айтып өттім. Енді келесі мак. Мак бұл қазақша сиқыршы деген мағынаны білдіреді. Яғни жаңағы белсенді адамды айтамыз. Белсенділік, ерікті, жігерлі, күшті, қуатты, шабытты, өз бетінше жұмыс жасайтын, ойы анық, сондай жаңағыдай ешнәрседен қорықпайтын адамдарды айтамыз. Ойына алған істі, яғни бір жоспар алса, сол жоспарды бұл орындамай